Бүгінгі күні елімізде әрбір үшінші адам аллергиялық аурулардан зардап шегеді екен. Дәрігерлер бұл экологиялық жағдай мен тағам сапасының нашарлығы және дәрі-дәрмекті дәрігердің нұсқаулығынсыз өз бетінше пайдаланғанның салдары екендігін айтады. Ал шын мәнінде аллергия қалай пайда болады? Оның қандай түрлері бар? Бұл аурудан қалай айығуға болады? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Ең бастысы ол сақтық, алдын алу. Аллергия ауруы кішкене баладан бастап қарияға дейін кез келген жаста кездесуі мүмкін. Кейбір адамдар суық тиіп жөтеліп, көзі жасаурай бастағанда аллергия деп дәріханадан дәрі-дәрмек алып, өз бетінше ем қолдана бастайды. Бұл әрекет ауруды асқындырып жіберуі мүмкін. Қазіргі көктем маусымында барлық өңірлерде аллергия ауруының өршуі өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Өкінішке қарай аллергиямен ауыратындардың саны күн санап өсіп барады. Себебі қыс мезгілінен кейін жұтып отырған ауамыз күрт өзгереді. Былтырдан қалған қоқыс қалдықтар шаң-тозаң арқылы ауаға өтеді. Ағаштар бүршік жара бастайтын көктем мезгілінде аллергиямен ауыратындар қатары көбейе түседі. Адам ағзасында иммундық жүйесі төмен болса, ауаның, күннің, сондай-ақ шаң-тозаң, өсімдіктер, тағамдар, дәрі-дәрмектер, бояғыш заттардың денеге кері әсерінен ауру пайда болады. Қазақстанда тұрғындардың 28% аллергиялық аурулардан зардап шегетіні анықталған. Мәселен, жүрек, онкологиялық аурулар уақыт өте келе ересектер арасында кездессе, ал аллергия кез келген жаста пайда болуы мүмкін. Уақытында қаралмаса, бұл 4-5 жылдан кейін ауыр қолқа демікпесі, аллергиялық дерматит сияқты қауіпті ауруларға ұласып кетуі әбден мүмкін. Аллергиялық аурулардың көрінісі өте алуан түрлі болып келеді. Кейде олар науқасты туғанынан бастап қартайғанға дейін мазалайды және сонымен бірге қатар жүруі мүмкін. Дәрігерлер олардың ішіндегі ең көп тараған түрлерін атайды. Олар аллергиялық ринит, бронх демікпесі, атопиялық дерматит, аллергиялық байланыс дерматиті, есек-жем және квинке ісінуі, анафилаксия, аллергиялық васкулит, сонымен қатар дәрілік тағамдық аллергия, жәндіктердің шағуына аллергия және тағы басқа сияқты жағдайлардың түрлі белгілері бар екені анықталған. Сонымен қатар өсімдік тозаңына жоғары сезімталдық кезінде көздің, мұрынның немесе тыныс алу жолдарының және өкпенің реакциясы байқалады. Аллергенді тұтынған кезде асқазан ішек жолына немесе теріден реакциялар пайда болады, бірақ ол бронх демікпесінің немесе ринитті де тудыруы мүмкін. Аллергиялық аурулардың өршуі баланы 3-4 айлығынан бастап мазалайды және болашақта атопиялық үздіксіз шеруге айналуы мүмкін. Шығу тегі бойынша аллергендер қарапайым химиялық заттар, тұрмыстық, саңырауқұлақтық, дәрілік, тағамдық, микробтық, сондай-ақ жануар немесе өсімдік тектес болуы мүмкін. Ағза ингаляциялық жанасу, тамақпен немесе инъекциялық жолмен келетін аллергендермен байланысады. Ең ауыр аллергиялық аурулар анафилаксия, ауыр есек-жем және квинке ісінуі, сондай-ақ бронх демікпесі түріндегі өткір ауруларды атап өтеді. Аллергиялық ауруларды емдеу белгілі бір ауруға байланысты, бірақ себеп-салдарлық аллергенді анықтау және оны жою немесе онымен байланысын азайту үшін алдын алу шаралары емдеудің ең бірінші кезеңі болып саналады. Егер бұл орындалмаса, науқастың жағдайын толық бақылау мүмкін болмайды. Аллергиялық аурулардың таралуын, олардың ағымының ауырлығын төмендетуде көптеген факторлар маңызды. Мысалы, қоршаған ортаның ластануы, пайдаланылған газдар, көгалдарды уақытылы шабу, тұрғылықты жерлердегі көгалдарға күтім жасау, ауаны баптау, жүйелерінің тазалығы, салауатты өмір салты және спортпен шұғылдану. Аллергиялық белгілер пайда болған кезде өз бетінше емделу әртүрлі ауруларға алып келуі мүмкін, сондықтан бірден дәрігерге көріну қажет. Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.